Сана мида болып жатқан процестер. Сана екіге бөлінеді. Ой сана және бейсана. Ой сана ойлану, талдау, зерттеу, іздену, оқу, үйрену, яғни еңбек ету арқылы қабылданып жатқан шешімдер. Бейсана ешқандай ойсыз мида қалыптасып қалған программа арқылы қабылданып жатқан шешімдер. Саналы шешімдер түсінікті болды. Ал бейсаналы шешімдер қандай? Мысалы, сізге зиян болса да жегім келіп тұр деп, не болса да соны жей беру, немесе қарынды тыңқитып тамақ жеп алу бейсананың іс-әрекеті. Компьютер ойындарына кіріп кетіп, бірнеше сағат ойнау бейсананікі. Өзін өзі ұстай алмай, біреуге қарсы сөйлеп, ұрысып, төбелесіп кету бейсананікі. Тағы да басқасы. Көшеде келе жатып, алдыңыздан автокөлік шығып қалса, қағып кетпесін деп, одан бірден қашып қалу бейсананікі. Сізге қарай тас лақтырса, тастан бірден қашып қалу бейсананікі. Тағы да тағысы. Сондай-ақ өз шешімінсіз біреудің өсегіне еріп, біреуді жамандау бейсананікі. Араб еврейдің айтқан ертегілеріне сеніп, сол діни жолға еру бейсананікі. Ислам дінінде болған қазақ өз дүниетанымын ізденіп, тауып, ислам дінінен кетіп жатқан қазақтар саналы шешім қабылдағандар. Өйткені олар миына әлем жаратылысы туралы ғылымнан түсінік қалыптастырды. Араб еврейлердің ертегісіне ермей, өз қазағының ұлттық дүниетанымын ізденіп түсінді. Сана туралы айта берсек көп. Әлі түпкі сана туралы, қоршаған ортамыздың санасы туралы айтқым келеді. Ал ғаламдық сана ең жоғарғысы.